Еркін микрофон тақырыбында кітапхана пәтеріне қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Мұхтар Мағауиннің Шақан шер романы. Олай болса, біз ойынымызды бастаймыз. Стоп. Сізге қойылатын сұрақ. Шақан шер романының авторы кім? Шақан шер романының авторы Мұхтар Мағауин. Бастаңыз. Стоп. Мұхтар Мағауин жайлы не білесіз? Мұхтар Мағауин тарихшы, ғылым, әдебиет ғылымын зерттеушісі. Ол кісі қай жылы өмірге келді? Мұхтар Мағауин 1940 жылы. Жалғастырамыз. Стоп. Шығармадағы жолбарыстың бейнесі қандай? Жолбарыстың бейнесі адам жейтін сойқан ретінде бейнеленген. Рахмет, жалғастырамыз. Стоп. Шақанның көздеген мақсаты не? Шақанның көздеген мақсаты жары мен баласы үшін жолбарыстың кек алу. Дұрыс. Әрі қарай жалғастырамыз. Стоп. Шақан шер романдағы Шақанның басты қасіреті не? Шақан шер романындағы Шақанның басты қасіреті бізде ол отбасынан айырылу болып табылады. Яғни өзінің әйелі мен баласынан айырылады. Дұрыс. Әрі қарай жалғастырамыз. Стоп. Шақанның шері болып аталу себебі? Шақанның шері болып аталу себебі жолбарыстан өткен жыртқыш болып кетуі. Ойынды жалғастырамыз. Шақан шер романы қай жылы жазылды? Шақан шер романы 1984 жылы жазылды. Қарай жалғастырамыз. Стоп. Шақан шер романның жазылу мақсаты неде? Шақан шер романының жазылу мақсаты жануарлар арасындағы тепе-теңдіктің сақталуы және де аналаудағы ұтқыр тәсілдер сияқты нәрселерді насихаттау. Ойынды қарай жалғастырамыз. Стоп. Шақан кегінің салдары неде? Шақан кегінің салдары әйелі мен баласының қаза табу салдарынан табиғаттағы жолбарыстардың жойылып кетуіне әкелді. Рахмет. Ендігі мен сіздерге қоятын сұрағым, Шақан шер романын қандай ой түйдіңіздер? Кім өз пікірін айтқысы келеді? Шақан шер романының негізгі ой түйгені адам мен жануар арасындағы тепе-теңдікті сақтау, әсіресе кек алуға жол бермеуге. Жалпы осыны қорытындыласақ, адам мен табиғаттың арасындағы байланысты дұрыс сақтап, заңдылықтарын бұзбайық. Еркін микрофон, кітапхана пәтері аяқталды. Назарларыңызға рахмет.